Денеңіздегі стресс кезінде мышцаларыңызда напрягация етеді. Бұл стрессті одан әрі арттырады. Келесі релаксация методикасы бұл денеңіздегі стрессті алып, денеңізді босатып, жаңа күш береді. Эдмунд Якобсонның прогрессиялық релаксация методикасы бұл денеңіздің мышцаларын жоғарыдан бастап төменге қарай напрягать етіп босату. Бұл денеңіздің толық босаңсуына мүмкіншілік береді, өйткені ғалымның зерттеуі бойынша адамның денесі бір уақытта напряженный немесе расслабленный күйде бола алмайды. Сондықтан да немесе біріншісі, немесе екіншісі болады. Қазіргі кездегі информационный поток, яғни информацияның секунд сайын жаңа информацияның шығуы, бұл прокрастинация тудырады. Яғни сіз әрбір істі кейінге қалдыра беретін боласыз. Джейн Бурканың айтуы бойынша негізгі прокрастинация 3 страхтан, яғни қорқыныштан тұрады. Олардың біріншісі страх неудачи. Адамдар қателік жасаудан қорқады, ал бұл қателік жасаудан қорқу еш нәрсе жасамауға, еш нәрсе жасамау кейінге қалдыра беруге әкеліп соқтырады. Екіншісі страх успеха. Үшіншісі страх оказаться под контролем. Ал прокрастинацияны жеңу үшін сенімділікті арттыру қажет. Ол үшін мына жаттығуды қолдансаңыз болады. Бір өзіңізге дәл қазір қажетті мақсат анықтап алыңыз. Одан кейін оны кішкене бөлшектерге бөліп тастап, арасында демалуды және де өзіңізге сыйлық жасауды ұмытпаңыз. Егер де бұл да қатты қиын болып кетсе, оны тағы да кішкене бөлшектерге бөліп тастаңыз. Әрбір жасалған қадам сіздің сенімділігіңізді арттырады. Стив Джобстың бүгін өмірімдегі ең соңғы күн деген ой, бұл ең маңызды шешімдерді қабылдауға таптырмас құралдардың бірі. Неліктен? Өйткені бір нәрсе жасаудан қорқу, басқа адамдардың сізден ожиданиясы, мақтаныш деген сияқты сезімдер бұл өлімнің қасында түкке тұрғысыз зат болып қалады. Ең соңғы күн деп өмір сүріп көрсеңіздер, сіздің әрбір затқа деген көзқарастарыңыз өзгеріп, осознанностьпен сіздің фокусыңыз одан сайын артады. Ал келесі аз ұйықтау. Бұл сізді біріншіден шаршатады, екіншіден фокусыңызды да төмендетеді. Сондықтан да күніне кемінде 7-8 сағат ұйықтаған абзал. Кейбір адамдар көп істі тындырамын деп ұйқыдан уақытын азайтады. Бірақ бұл өте үлкен қателік. Ұйқыны қатырамыз ғой енді. Келесі медитация. Бұл ғасырлар бойы қолданыста келе жатқан методика. Монахтар өздерінің пульстерін бәсеңдетумен қатар нервный системасын да басқара алады екен. Сіздерге дәл қазір Герберт Бенсонның ең оңай 4 этаптан тұратын методикасын ұсынбақпын. Бірінші, көзіңізді жұмасыз. Екінші, денеңізді босатасыз. Үшінші, терең тыныс аласыз да, сізге тыныштық әкелетін картинаны немесе тыныштық әкелетін бір сөзді қайталап отырасыз. Бірақ ауызша емес, тек қана ойша. Спортпен шұғылданатын адамдарда стресс мүлдем аз болады, сондықтан да өзіңізге ұнайтын спорт түрін таңдап алып, спортпен айналсыңыз. Ганселенің стресске қарсы тұратын күш ол благодарность сезімі, яғни шүкіршілік сезімі деген екен. Яғни ол мида серотонинді бөліп, химиялық процестерді бәсеңдетеді, және де бей или беги реакциясын тудырмайды. Келесіде стресс кезінде өзіңіздің достарыңызға, жақындарыңызға, өзіңізге, мысалға мына жердегі көзіңізге болсын благодарность жасап қойыңыз, және де күліп жүріңіздер. Егер де қызық болса, маған қызық деп астына жазып кетіңіз. Ал егер қызық болмаса, маған қызық болмаса да, бұл неткен сұмдық влог, келесі видеоңыз қашан шығады, мен енді келесі видео шыққанға дейін күтіп отыратын боламын деп астына комментке жазып, сызып, сурет салып кетіңіздер.